Билер кеңесі республикалық қоғамдық бірлестігінің төбе биі Сейітқали Табытаев мырзаға беріледі. Сейітқали аға, сіздің де сөзіңіз құттықтау сөз, аңлайсыз ғой. Бақ-дәулеті кермеген, ғарышқа қолын сермеген, елінің мөлдір суынан нәр алған, таза ауасымен дем алған, көк байрағын ғарышта желбіретіп келіп, ғарышта қарагөзді ойнаған ұлы даланың азаматтары. Ассалаумағалейкум. Қазір баяндамашыдан тамаша тарихты ұқтық. 300 жылдық мына ордабасында жиылған. Мұны біз бүгін түрік әлемінің мәдени орталығы, бұрынғы Тұран мемлекетінің Түркістанында төрінде отырып, осындай жиналыстар болады ма деген үш ұстаса түсімізге кірмеген, бүгін міне егемендігімізді алып, ісімізді алға қарай алып бара жатырмыз. Біріншіден осы үш жігітке алғысымды білдіріп, ата ретінде рахметімді айтып, тарихшыларға, мына отырған ғалымдарға басымды иемін. 4 адамнан тұрады әлі. Оның біріншісі ғалым. Ғалым болмаса алдыға қарай прогресс, даму болмайды. Екінші жомарт, елін асырайтын, жерін асырайтын, халқына бөліп беретін. Үшіншісі әділ патша. Төртінші осы сіздер сияқты ақсақалдардың бата дұғасымен тұрады. Бірігу керек. Біз ұрудан тұрамыз, ұруға бөлінбейміз. Кешегі үш бабамыз жаңа айтып кеткен төбе би ұлы жүз үшін ғана қызмет істеген жоқ, бастарын бүкіл қазақ үшін ұйымдастырды. Қазақтың идеологы Бұхар жырау, Қазбек би тек орта жүз үшін істеген жоқ. Әйтеке бабамыз найзасын кіші жүз үшін ғана тасқа қажаған жоқ, бүкіл қазақ үшін істеді. Бүгін осы жерде отырған азаматтардың бәрі осындай ниетте, осындай бағытта деп ойлаймын. Қазір көріп отырсыздар, төңірегіміздің бәрі соғыс өтіп өртеніп кетті. Қандай жағдайда болып отырмыз? Тіпті мына славян халықтар бірімен-бірі соғысып кетті. Мына Иранды көріп отырмыз. Осындай уақытта кешегі Абылайдың қасында жиналғандай жиналуымыз керек. Мен кішкене ғана өзіміз туралы айтып кетейік. Осыдан 5 жыл бұрын 2021 жылы қасиетті топырақ Түркістан облысында Айберен 40 шілтен деген жерде 97 би жиналды. Бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен. Одан іріктеліп келіп 12 би іріктелді. Одан бір төбе би сайлау керек болды. Сөйтіп, Алла тағала маған нәсіп етті. Сол жерлерде үлкен мықты азаматтар болды, ел басқарған азаматтар болды. Соныменен сол жерде төбе билік сайлады. Міне сол сайланғаннан бері қарай біраз жұмыс істеліп келе жатыр. Жаңа айтып кетті, аяғымызға әлі жөнді тұрған жоқпыз. Бірақ тұруымыз керек. Алдыға қарай алып баруымыз керек. Осы билер институтын тіркеліп, әділет министрінен жаңағы өзіміздің қағазымызды алып, билерге куәліктерін беріп, жұмысымызды бастап жатырмыз. Мектептен бастадық, тіпті балабақшадан да бастау керек. Сонда болашағымыз жарқын болады. Айта келе, қорытындылай келе, жалғыз саусақ тіпті де ұстай алмайды, жіпті де. 2 саусақ бірікті, ине қолға ілікті. 3 саусағым орамды, жүргізеді қаламды. Өнерліген 10 саусақ, қала салсақ, жол салсақ. Біріккен уақытта береке болады. Бірігуіміз керек. Сөздің соңында саусақ біріксе жұдырық, бірікпесе Құдай сақтасын құрыдық. Бір тағы да айтып кетер жағдай тарихшыларға, журналистерге, мынау ақындар. Кеше айтып өтті, 1,5 мың жылды біз тойладық осы Түркістанның. Бірақ бізден енші алысып тарасқан ұлттар
Ертеде Түркістанда Тұран деген, Тұранда ер түрігін туып өскен, көп түрік ен шалысып тарасқанда қара шаңырақ қазақтарда қалған жоқ па дейді. Міне қара шаңырақта отырмыз Түркістанда. Бізден бөлініп шыққан Самарқан 4000 жылдығын тойлайды. Баку 5000 жылдығын тойлайды. Атасы Түркістанның бабасы болған 1,5 мың жылдығын тойлайды. Парадокс. Осыған бір не беруіміз керек, мән беруіміз керек. Ал енді үлкен кісілер, қариялар, Алла аман болсын сіздерді. Сөзімнің соңында бір бата беріп аяқтайын. Аумин. Бүгін күн жұма. Алхамдулилlah. О жаратушы иеміз, жаратушымыз, жарылқай бер, дұғамызды қабыл ет. Мынау мемлекетімізді кең байтақ даласымен сақта. Елімізді осындай отырған қария даналарымен сақта. Осы отырған азаматтардың бәрін саналарымен сақта. Қасиетті жұртынды қайғы қасіреттен сақта. Табиғи опаттан, оттан, судан, желден, әлемде болып жатырған соғыс отынан сақта. Аумин дегендердің әрқайсының отбасыларын, ошақ-қастарын аман қылғанға. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, жақсы заман бер. Мынау құрып жатырған билер институтын алдыға қарай дамыта беріңіз. Сейітқалиаға көп рахмет. Енді республикалық қоғамдық бірлестік болып аталғанмен билер кеңесі бұл енді жаңағы мемлекеттің идеологиясын қалыптастыруға тікелей араласатын қоғамдық бірлестіктердің бірі. Сондықтан да Сейітқалиаға тірлігіңізге сәттілік тілейміз. Сол қоғамдық қорда кәдімгі жаңағы 3 биіміз сияқты абыз ақсақал болып стратегиялық бағыт-бағдарды айқындап жүре беріңіз. Жақсы, енді келесі сөзді